Сәлеметсіздер ме? Менің атым Исимова Айжан Серікқалиевна. Мен балалар өнер мектебінде тәрбие жөніндегі директордың орынбасары және Қобыз сыныбының оқытушысы болып келемін. Бұл бейне менің жеке электрондық ресурсым. Осы арқылы өзімнің қызметім жайында тәрбие жұмысы бойынша тәжірибемен бөлісіп, Қобыз аспабы туралы қызықты мәліметтерімен бөлісемін. Мен бұл видеоны көрген әріптестеріме, жас мамандарға және өнерге қызығатын жандарға пайдалы болсын деп ұсынып отырмын. Ендеше бірге тамашалайық. Бүгін мен сіздерге өзімнің жұмыс орнымды, яғни кабинетімді көрсеткім келеді. Бұл менің сүйікті орным, шабыт алатын жаңа идеялар туындайтын ерекше кеңістігім. Күнделікті жұмысым осы кабинеттен басталады. Осында отырып сабақ жоспарларымды дайындаймын, оқушыларымның шығармашылығын дамыту жолдарын ойлаймын, түрлі іс-шараларды ұйымдастыруға идеялар туады. Мен тек жұмыс істемеймін, сонымен қатар өзіме күш-қуат жинаймын. Әрбір бұрышында менің көңілім мен ниетім бар. Кабинетімді жылы, жайлы, шабыттандыратын етіп жасауға тырыстым. Менің жұмысым оқушыларға тәрбие мен білім беру ғана емес, сонымен қатар оларға рухани демеу болу. Сол себепті бұл кабинет мен үшін жай ғана жұмыс орны емес, бұл менің екінші үйім. Өзіме күш-қуат беретін орнымды сіздерге қуана көрсетіп отырмын. Ысқышты дұрыс қолданылмаса, мысалы, оны бұрыштап тартса, бос ұстап тарту дыбыстың нашар шығуына себеп болады. Қобызды бейқам немесе құрметсіз ұстау, қобыз қазақ халқы үшін киелі аспап саналған, сондықтан оған ұқыптылықпен және сүйіспеншілікпен қарау қажет. Аспапты күтіп, баптамау, қобызды уақытылы күйге келтірмей, шектерін ауыстырмай, тазаламай қолдану оның сапасын төмендетеді. Қобызды дұрыс отырмай ұстау, дене мен қолдың дұрыс орналаспауы дыбыс сапасына және орындаушының денсаулығына кері әсер етеді. Саусақтарды қатты қысу немесе керісінше бос ұстау, бұл қате интонацияға, дыбыстың бұзылуына әкеледі. Қобыз сыныбында сабақ берумен қатар мен тәрбиесі жөніндегі директордың орынбасары ретінде қызмет атқарамын. Бүгінде біздің мектебімізде тәрбиелік жұмыстар біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында жүзеге асырылып жатыр. Бұл еліміздің білім беру ұйымдарына арналған арнайы бағдарлама. Оның мақсаты оқушылардың жан-жақты дамыған отан сүйгіш тәрбиелі тұлға болып қалыптасуына жағдай жасау. Біз осы бағдарлама бойынша әр апта сайын түрлі іс-шаралар өткіземіз. Дүйсенбі күні оқу аптасы мемлекеттік гимннен басталады. Бұл оқушылардың патриоттық рухын көтереді. Сәрсенбі күні үлкен үзілісте оқушылар қазақтың ұлттық ойындарын ойнайды. Асық ату, арқан тарту сынды. Бұл балалардың бір-бірімен достықта, ұйымшылдықта болуына ықпал етеді.
Жұма күні мектебіміздің барлық педагогтары қазақтың ұлттық киімін киіп келеді. Бұл оқушыларға дәстүр мен мәдениеттің үлгісін көрсету, оларды ұлттық құндылықтарды бағалауға баулу мақсатында жасалады. Бір тұтас тәрбие бағдарламасы аясында әр дүйсенбі сайын балалармен бірге әншуақ балалар әндері байқауы бойынша видео сюжеттер түсіреміз. Бұл видеолар қазақ балалар әндеріне негізделген және TikTok әлеуметтік желісінде тұрақты түрде жарияланады. Жыл бойы жинақталған бейнежазбалар негізінде 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай гала-концерт өткізіледі. Осы шара барысында жыл бойы түсірілген ең үздік бейнежазбалар марапатталады. Сіз ең алғаш Айжан Серкалинаны көргендегі сіздің ойыңыз, әсеріңіз айтып бересіз бе? Ең бірінші ол кісіні көргенде бірінші ойлап, бір қатал, нетіп, бірақ ол кісі ондай емес екен. Тартымды, кісіге деген жағымды, өте керемет адам екен. Өзімізге солай көрінді. Ең бірінші әсерім сондай. Жақсы, рахмет. Және тағы да сұрақ сізге. Осы Қобыздың мына қызыңыз келіп жүр ғой, иә? Енді айтыңызшы, осы Қобыздығына келгенде, осы Қобызды жақсы көруіне, ары қарай дамытуына осы мұғалім Айжан Серкалинаның әсері бар ма? Бір өзінің септігін тигізді ме, қызығушылығына деген? Әрине, бірінші мұғалімге байланысты. Баланы қалай өзіне тартады, енді балаға қалай жағымды ұнайды, бала да соған қарай мұғалімге тартылады ғой. Әрбір сабағына қызығып барады. Өйткені каждый берген жаңағы шығармаларын, нелерін кішкене болса да бала бірінші көрген шығармасын келесі күні ойына отырады. Оның бәрі сол Айжан Серкалинаның әсері де ойлаймын. Берген жаңағы сабағы өте қанық, ұқыпты, өзінің жұмысына деген барлығын жеткізе біледі. Қызығушылығын ашты біз ғой да. Өте керемет деп айтсам болады. Өйткені бірнеше жаңағы жарыстарда нелерден гран-при алып келіп жатыр. Бір қатысқаннан оның бәрі сол апайдың арқасы деп ойлаймын. Жақсы, рахмет көп сізге. Рахмет. Сөзімді мына бір нақыл сөзбен аяқтағым келеді. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді халқымыз. Қазақ халқының тілі мен дәстүрі біздің рухани тірегіміз. Оны дәріптеу әр ұстаздың қасиетті парызы. Тамашалағандарыңызға рахмет.